Bir жыл бойы жан-жақты дайындалатын ерекше шараларының бірі. Расында да бұл байқау студенттер үшін ерекше болып керек. Көңіл-күй тербелісі, жеңістің қуанышы, әр студенттің есінде қалатын қызықты сәттер, қызу дайындық, бұның бәрі студенттік көктем. Алғашқы сөз сөйлеу құрметі, Алаштың анасы атанған Сыр еліндегі ілгері білім ордасы, Қорқат атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректорының жастар саясат жөніндегі кеңесшісі Жандос Бақыртай Нұртайұлына беріледі. Қошемет. Бүгін міне университетімізде арада осындай керемет дәстүрге айналған іс-шараның басын бастайын тұрмыз. Менің өзім осы университетте студенттік кезімде 2004 жылдың өзінде осы студенттік көктем фестивалінің ар жағында үлкен тарихы болатын. Енді шын айту керек, осы фестивальді барлық студенттер асыға күтеді. Неге? Студенттік көктем фестивалінде жаңа талантты жастар танылады. Мынау сахна киелі сахна. Бұл сахнаның өзіне шығып, өнер көрсетудің өзі бұл үлкен жеңіс. Осы жерде міне алдыңғы жағында белсенді біздің жастарымыз отыр. Міне осы жерде жүргізіп тұрған замандас сіздердің студент достарыңыз осы жерде тұр. Барлығы осы студенттік көктем фестивалінен шықты. Жаңа таланттар танылады. Осы студенттік көктем фестивалінде өнер көрсетіп, қалалық, облыстық, республикалық деңгейге біздің жастарымыз қаншама шықты. Осы студенттік көктем фестивалі арқылы өзінің бойындағы барлық қасиеттерін көрсете алмай жүрген қаншама жастарымыз тұлға болып қалыптасуына көмектестік. Сондықтан бүгінгі студенттік көктем фестивалі ашылу салтанатын құтты болсын. Университетіміздің ректоры Қылышбай Алдабергенұлы Бейсенов ағайын атынан құттықтауды қабыл алыңыздар. Әрине, студенттік көктем фестивалі болады дегеннен бастап, біздің факультеттердің арасында бәсекелестік мәселесі қызады. Керек болса, келгенде кейбіреулер бір-бірімен амандаспай қалатындай деңгейге барып қалады. Өйткені орын алу керек, ешкімге нәрсені айтпау керек, нәтижеге жету керек. Мен айтайын дегенім, құрметті факультет жанкүйерлері, өнер десе ішкен асын жерге қоятын жанкүйерлер әсіресе. Барлығы өнерді бағалауға шақырамын. Әділқазы алқасы әділ бағасын береді деп сендіремін. Әділқазы алқасының төрағасы мені бекітті. Мына жерде республикада танымал кәсіби мамандар, осы облысымыздың әдейі сырттан, жан-жақтан осы саланың мамандарын алдырып отырмыз. Бірақ мен айтайын дегенім, ең бірінші баға бұл халықтың жүрегінен шыққан бағасы. Әділқазылар кәсіби маман ретінде бағасын береміз. Мүмкін бір бірінші орын алар, мүмкін бір екінші орын алар. Бірақ сіздердің алдарыңызда үлкен мақсат халықтың жүрегінен мәңгі соның көңілінде болып, халықтың қошеметіне ие болып, сол қошеметке ие бола беріңіздер. Студенттік көктем фестивалі өзінің ережесі, күндері, барлық сайыстары бар. Қаншама қыздар жігіттер асыға дайындалып келді. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Ең үздік деген өнерпаздарды гала концертке шығарып, орын алған жастарымызды марапаттаймыз. Барлық факультеттің жанкүйерлеріне айтарымыз, өнерпаздарға құрмет көрсетейік. Тек қана өзі факультет шыққан кезде ғана қошемет тұру емес, осы жердегі барлық өнерпаздарға қошемет көрсетуге сіздерді шақырамын. Рахмет. Рахмет. Қошемет беріңіз, Жандос Нұртайұлына. Студенттік көктем өнер фестивалі төмендегідей кезеңдерді қамтиды. Сәлемдесу, әртүрлі тілде заманауи эстрада
әндері. Modern Dance заманауи билер. 100% пародия байқауы. Бейнероликтер байқауы. Тәуелсіздік тұғыры атты тарихи қойылым. Фестиваліміздің алғашқы күні қатысушыларымыз сәлемдесу және әртүрлі тілде заманауи эстрада сайыстары бойынша бақ сынасады. Осы сайыстарымызды бағалайтын әділ қазылар алқасымен таныс болайық. Қазанғабатындағы Қызылорда музыкалық колледжінің ән салу бөлімінің оқытушысы Сүлейменов Ғалмира. Қошеметтеріңіз. Келесі кезекте Қазақстан дауысы жобасының финалисті, халықаралық республикалық ән байқауларының лауреаты Индира Ахметова. Республикалық сазгерлер байқауының 3 дүркін жеңімпазы, Керімай продюсерлік орталығының меңгерушісі, белгілі әнші, сазгер Елебесова Сакура ханымға дейін қошеметтеріңіз. Тәрбие жұмыстары және жастар саясаты бөлімінің бастығы Қартабаева Айзат Апай. Ректордың жастар саясат жөніндегі кеңесшісі, қазылар алқасының төрағасы Базарбай Жандос Нұртайұлы. Әділ қазылар алқасымен таныс болсақ, олай болса асыға өткен студент көктем 2016 өнер фестивалінің алғашқы күні қатысушыларымыз шымылдырығын ашатын студент көктем 2015 байқауының чемпиондары. Болмай қалған чемпиондары Жаратылыстану және Айтайық соңында. Айтайық ба? Шамал Күштапай жаратылыстану және аграрлық технологиялар факультеті. Енді дұрыс айтайықшы бала? Қошеметтеріңіз. Жаратылыстану факультеті. Дұрыстап дайындалмайды екен бе, а? Қақта жаңалық жүгірмей, қақта. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Бәрі дайын негізі, бәрі жоспарда. Жоспарда ма? Жоспарда бәрі. Ендеше сендерге 7 минут уақыт беріп, тез бастаңдар. Ендеше сіздерге шоу, бізге жарыс. Бәсеке, тартыс, қызу сайыс. Олай болса, жаратылыстану және аграрлық технологиялар факультетінің таныстыруға салыңыздар. Love is like a story. She wanted to I'm looking at the sky. Someone's gonna find. It's like the intention. Yes, someone's gonna find. It's like the intention.
Барды жинап қойыпты мына жерге. Жақсы. Керемет па? Жақсы. Дайындала берейік па? Болды. Иә, олай болса, мега шоу майталмандары алдарыңызда жаратылыстану және аграр жаратылыстану және аграр мега шоу майталмандары. Рахмет. Kızlar avladığımız şık şık. Kelime dönür özetler mi? Hoşuma da koymayınlar. Bari gel, gördük. Öte жақсы tanış koy kızlara. Енді келесі кезекте студенттік көктем 2013 байқауының чемпиондары кімдер олар? Кәнеки тарих, құқық және экономика факультеті. Студенттік көктем 2016. Алдағы 3 күнде көретіндеріңіз. Жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш алтын аспанға шығарар олар бір таңда.
шапалақтарыңыз. Керемет. Енді келесі кезекте студенттік көктем 2014 чемпиондары кәдеге полковник политехникалық факультет. Hanımlar ve mırzalar, sizlerin aldarınıza stüdent kokteyl 2016 sayısı içeriğinde gelip duran fakülte, ешқашанда чемпионы болып көрмеген кәдеге бәріміз бригадир шыққан білетін шығарсыз кім? келесі гуманитарлық педагогикалық факультет шапалақтарыңыз. Мынау менің жаным, жұбайым, тұңғышым десе. Мынау менің жұбайым, менің жаным алмағанда кім алады? Алуды, қанша хандықтың қыздары бар. Менің жаныма ешкім жетпейді ғой. Сендер біргесіңдер ғой. Сендер барыңдар. Мен қалам жемеймін. Ей, ту, берген. Тудырамыз, қаяқтан келгеніміз көріп тұрсың ба қанша? Менің мынау жаным. Маған бір шай құйып бермейсің ба? Жоқ, мен сізге шай құймаймын. Неге құймайсың? Мен сағат 3-те продакшнда фотосессиям бар. Фотосессияң бар? Барай басымда отты шай құйып. Қаруласын ұстайды, мені ұстамайды вообще. Мынау мен хандығын білесіздер, жылға көргенде көктеп барады. 2015 жылдың үздік хандығы болдық. Мынау жылдың үздік ханын өзім алдым енді. Үздік ханын өзім алдым. Қане! Дадым осы айтпауға. Қане, сізге үш хандықтың деканы кетті. Үш хандықтың деканы? Иә. Судеснадан келгенсің оған мен сөйлеспеймін оған. Тақшы басын алып қойшы, мен шай ішейін отырмын. Қане, кешірім сұрайын, бірақ сізге тағы да бір сіздің біреуіңіз ба келіп тұр. Мен біреуім? Иә, сіздің біреуіңіз. Ондайды айтпасайшы, ешең жоқ ол. Ондайды айтпа. Жоқ, ондай біреу емес, кім сіздің біреуіңіз келіп тұр. Менің біреуім, ойбай кірсінші көрейік, қандай. Кім біреу, кірш. Мынау менің біреуім емес, мынау менің екеуім ғой. Ассалаумағалейкум, қане. Қалай болды? Қаяқтан келдің,
Жөніңді айт. Мен журналист үйірмен кезіне келдім. Журналист үйірмесі? Ой, байсың, баяғыдан кезіндір ғой. Білеміз, біздің тарихымыз терең. Сендердің тарихтарың терең емес, сендердің тарихтарың ұзын. Ханем, келген жөнімбайдан менің қояр сұрақтарым бар, соған жауап берсеңіз. Любой сұраққа любой жауап бар. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ кеттік. Сіздің қанша балаңыз бар? Менің 11 балам бар. Сіздің 11 балаңыз бар ма? Қытай түтіне мерсімен тұрсын ба? Білемізсің, Қытай және келмейді өзі. Қайнап 11 мен 11 балам бар. Кенжа Жұбаевты көрдің ба? 11 баланың анасы кім айтады? Сақталған ғой. Вино ғой менің жаным. Білесің ба? 11 бала деген енді кете береді деді ғой. Деп кетті жаңа сұрағыма жауап Мен жауабы енді мына тұңғышым егіз болды. Атын физика, математика деп қойды. Үлкен аты. Мынау Шапановқа шөберелерім өзі. Менің тұңғыш баламның атын сол сөйтіп қойды. Физика, математика деп қойды. Кейін өзім екелеп физмат дейтін болдым. Одан кейін ол екі бала өсті. Кәдімгідей үлкен азамат болды да, одан кейін үйренеміз деп. Сол ана келінмен сыйыспады. Бүлік шықтық біз. Келін ақтық бұл? Келін хореография дейтін болды, хореография дейтін келін болды. Сосын әрбір той-томалақта жүріп, билеп-билеп, сосын көштік, шәйбемейтін болды. Кейін ол енді қара шаңырақта әлі тұрып жатыр олар. Бір квартиранды алыпты, кәсіптік оқу деген. Төртеуі тұрып жатыр сол қара шаңырақта. Негізі мынау сол қара шаңырақ жөндеу керек өткен. Жөндеу керек, оны кімді айтып отырсыз, ханем? Ана төрде отырған бес құрылысшы айтып отыр. Мен мына балалармен білесің, мен қаяқта оқуым келеді дейді, сояққа жіберем. Мына Польшада оқимын дейма, Польшаға жіберем. Қазанда оқимын дейма, Қазанға жіберем. Амстердамда оқимын дейма, Амстердамға жіберем бәрі. Қаяқта оқып сояққа жіберем. Мен балаларым тілге жатып барған шетіне. Тілге? Иә, филолог. Мынау, не, ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі. Мен балаларым шетін өнері сосын. Әнші, биші, күйші, кейде. Бәрін әйапсыздармыз. Бұл кейде жұмыстан шаршап отырған кезде шақырамда өз балаларыма тақтырып қоямын. Нені тақтырып қоясыз? Домбыра тақтырып қоямын. Не ойлап отырсың? Сол мен балаларыма айттым ғой. Шеттеріне өнері. Ханем, рахмет. Жауап бергеніңізге жылжиын. Сонда сен менің балаларым сағын білуші ғана келдің ба? Жоқ, мен негізі халық санамын енді. Бар енді, алып кетші ма, балда? Балда деген жақсы болды, мынау қармақшының баласы. Кейін өзімді тартып алып, бір демалайыншы, шаяңыншы. Жынды ма сен шақырған жоқ, барсың? Ойбай, қаниен! Қаниен, ойбай! Қаниен! Айтсың еме! Қаниен, ойбай! Қаниен! Не болды? Қаниен! Қаниен! Не болып жатсай мен ол? Қаниен! Не болып? Елімізге жау шапқан жоқ, әшейінге қаниен! Шынды ма? Не өйткені? Сіздің реакцияңызды білейін деп қой. Мен реакция мықты екенін білесің ғой, ондай балам бар емес па? Білесің, жақсыдан жақсының еш шығады дейді. Жақсы сөйлесең жылан, үніне шығады. Не дейді мынау, не дейді? Көп мақал көп қой, қыз өссе елдің көркі дейді. Білесің ба, мақал көп. Біз мынау екеуміз білесің ба, жүргізушіміз. Мынау сәлемді сөзіміз тез білдіріп, осы келесі сайысқа қаламайды. Отыра берген. Қошеметтеріңіз күмән бар деп сәлемдесу сайысы бітті. Өздеріңіздің факультеттеріңізді кене қошеметтеріңізді қойыңыз. Ең бірінші сәлемдесуімізді ашқан жаратылыстану және аграрлық техникалық Айтылмай бұларға шөбет басқан көп әрі.
кезекте тарих және экономика бөлімі. Үшінші болып политехникалық факультеттерге қошеметтер. Және соңғысы гуманитарлық педагогикалық факультет. Құрметті Шамал жанкүйерлер, рахмет жанкүйерлер, тыныштығын сақтайық. Құрметті әділқазы ағалары, сайыстың өз бағасын берсеңіздер. Сәлемдесу бойынша. Сәлемдесу бойынша. Келесі гуманитарлық педагогикалық әндері алғашқы болып өз өнерін көрсетіп, жаратылыстану және аграрлық технология. Біздің әнімізді қабылдаңыз дегеннен кейін диджей қосып беріңізші, сізді бағанан бері күтіп тұрық қой құдай-ау.
және экономика факультеті. Қошеметтеріңіз! Келесі кезекте өздерінің ән шашуларымен Валентин Николаев
It's
Өнерлерге ұсынып отқан жайымыз бар. Маған қойылымдардың барлық түрі де алғашқы маған ұнады. Рахмет, осындай кереметтер бола берсін. Екі жүргізуші бала, сіздерге рахмет. Жарайсыздар. Молодец, шапалақтайды. Идера Хамама, сізге зәлем береміз. Қайырлы кеш достар. Бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Өзімде студенттік кезімде саяхат жасап қайттым. Осындай жарыста мен де белсеніп қатысқаным есіме түсті. Көп рахмет достар. Түсінікпен қарауызды өтінемін сіздерден. Қатты соқты, бағаны төмен қойды деп, өтініш ренжімеңіздер. Сайыс болғаннан кейін сондай болады. Неге ол бағалар олай болған жөнінде мен қысқаша жазып кеттім, ертең сіздер өкпелемес үшін. Ән жағынан айтайын, достар, микрофонмен жұмыс жасамаймыз мүлдем. Айқаймен жеріне келгенде сәтін даусымыз шықпайтын концертке, болмаса жай айтатын жерлерде микрофонды жақындырақ ұстамаймыз. Біз мені соғып көп, әншінің даусын басып кетті, сондықтан сіздер дайындықтың аздығы мүмкін. Мүмкін қобалжудың әсерінен сондай келеңсіз жағдайлар болды. Мысалға, кейбір сосын айтатын өте әншіге ең бірінші қойылған талап, қандай да бір әнші болса сахнаға шыққан кезінде өзімен өзі әрекет болмау керек. Сақ қалыппен жұмыс жасау керек. Біздер қыздар әдеміміз түсініп, өзімізді көрсетпейміз, қалыппен жұмыс жасаймыз. Түрлерімізде, киімдерімізде, шаш үлгілерімізде бәрі әдемі. Оған мін жоқ, тек қана кейде өзімізді көрсете бермейміз, майыса бермейміз. Контингентпен, қалыппен жұмыс жасау керек. Сол жағынан өте үлкен кемшіліктер болады. Түсінікпен қарайсыздар деп ойлаймын. Рахмет. Мұғайбаңыз кәдімгі шапалақ! Енді келесі кезекте ғалыммен ағайымызға берсек. Бүгінгі сайыста ең жоғары балл алған ағайымызға қошеметтер. Енді қарсысына оған енді мына дайындыққа келген кезде соны осы сахнаға шыққан кезде көбіне көрсете алмай жатыр. Енді дайындық қалай болғанын білмеймін, бірақ мына арада кейбіреулер жаңағы не қылып жатыр, қорлап жүріп жатыр. Сосын жаңағы көріністер артындағы, арт жақта тұрған көріністер, олардың түсініксіз неге жасалғаны, оның
әнші өзі мына жақта айтып жатыр әндерін, ар жағында көрініс болып жатыр. Ол неге оның мұрада керегі бар? Сондай жағдайлар болып жатыр. Кейбір мына факультеттер болды, олар жаңағы өте қысқа нұсқа ойларын тез жеткізіп, өздерінің несін көрсетіп. Сосын жаңағы әншілерге айтады, дауыс жағынан енді интонациялы таза емес дауыстары жаңағы төмен айтылып жатыр. Сосын жаңағы екі дуэт айтқанда барынша жақсылап айтып болады, жаңағы қазақша айтқанда дауысты бөліп жіберіп екіге неге дұрыстап. Сол енді Рахмет. Кәнекей шапала. Енді келесі кезекте өзіміздің апайымыз Айзат апайға сөз кезегін берсек. Құрметті студенттер, бүгін өте керемет кеш болып жатыр. Мына жерде біз өте қатты жақсы демалып отырмыз. Рахмет ұйымдастырушыларға, әсіресе мына екі жүргізушімізге. Кәдімгі сайыс, үлкен сайыс болып жатыр. Жаңа апайларымыз айтып кетіп жатыр ғой, балда тұрған еш нәрсе жоқ. Барлығының дайындығы маған өте жақсы ұнады. Мен өткені өзім барлық концертте осы балдан дайындап жүргендіктен, бүгін менсіз дайындалған балдар өте керемет. Келесі жолмен дайындықтан деген ой келіп отыр. Енді өз беттерінше дайындалады. Енді апай бірыңғай қонағымыз. Бірыңғай қонақсыз апай. Келесі кезекте Жандос ағайымыз өзіңіз қорытындылап берсеңіз, және де соңғы ортақ балды айтып жіберсеңіз, тіпті жақсы болар еді. Ал қыздар, жігіттер, енді 4 факультет өз өнерлерін көрсетті. Бірінші конкурс бойынша біз ережеге сәйкес ешқандай қатысушы саны шек қойған жоқпыз. Өте жақсы пайдаландық. Қыздар, жігіттер командалық жұппен, топпен биі бар, сосын тың идеялар ескеріледі дедік, тың идеяларды да көрдік. Мамандықты насихаттаудың, мамандықты көрсетудің ролик түрінде көрсетті. Әдемі сұлу қыздарымызды, жігіттерді көзін қаратып, мамандықтарын өмір бойы ұмытпайтын деп жатыр, тақырыптан қойып жатыр. Одан бөлек әдемі биімен де осы жерде сол мамандыққа сәйкес киіммен де мынау тарих факультеті осы жерде көрсетіп жасады. Әр факультеттің өзінің ерекшелігі бар. Әр факультет өзінің ерекшелігін алып шықты. Үлкен рахмет. Одан кейін екінші конкурс бойынша әр жеребе бойынша бөлінген әннің мағынасын бәрі біздің әділ-қазылар алдында тұр. Қалай айту бәрі мамандар ойларын айтты. Оған бола көңілдеріңізді түсірмеңіздер. Бұл сіздердің осы өнердегі үлкен алғашқы жолдарыңыз. Таза бағасын кәсіби мамандар күтті. Менен әділ-қазылар алқасының төрағасы болғандықтан арасында көп осы жастардың есінде жүргеннен кейін бір балл артық қосып беріп отырмын. Енді көтермелеп шыны керек. Күнде көтермелей алмаймыз, дұрыстап дайындалу керек, сахнаны сыйлау керек, құрметтеу керек. Мынау көрерменге келіп қошемет көрсеткендеріңізге, қолдағандарыңызға барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ертеңгі тағы да студент көктемін күтеміз. Рахмет шынымен. Келесі сөз кезегі бүгін бірінші рет сөйлейін деп тұрған Динара Институттың Сәлемдесу туры бойынша жаратылыстау және аграрлық технологиялар факультетінде 4,8 ұпай. Сразу кесілай, шапақтамайды. Тарих құқық және экономика факультеті 4,8 ұпай. Политехникалық факультеті 4,8 ұпай. Гуманитарлық педагогикалық факультеті 4,2 ұпай. Рахмет. Әртүрлі тілде заманауи эстрада әндері бойынша қойылатын әндер бойынша жаратылыстану және аграрлық технологиялар факультеті 4 ұпай. Тарих құқық және экономика факультеті 4 ұпай. Политехникалық факультеті 3,8 ұпай. Гуманитарлық педагогикалық факультеті 4,2 ұпай. Ал екі тур бойынша жалпы сандары орта есепте жаратылыстану және аграрлық технологиялар факультеті 8,8 ұпай. Тарих құқық және экономика факультеті 8,8 ұпай. Политехникалық факультеті 8,6 ұпай. Гуманитарлық педагогикалық факультеті 8,1